Қайырлы күн, құрметті біздің подкасттың тұрақты көрермендері, жаңадан қосылып жатқан көрермендер, сіздерді бүгінгі біздің подкастымызда көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Аталған подкаст бізде Тарих КЗ Ақтөбе тарихын бірге жаңғыртайық атты жобаның негізінде Тарих толық деп аталады. Жалпы бұл подкастта біз тәжірибелі болсын, жас болсын, жалпы волонтерлардың өзінің тәжірибесімен бөлісеміз, волонтерларды басқа қырынан ашамыз, иә. Ендеше бүгінгі біздің подкастымызға бүгінгі қонағымыз біздің осы өңірдегі белсенді волонтерлардың бірі, Ансар волонтерлік тобының өте белсенді мүшесі бізде Анел Бекеш. Қош келдіңіз, Анел Бекеш. Жағдайыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Қош көрдік, иә, жағдайым жақсы. Бүгінгі подкастқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Керемет. Ендігі бірінші сұрақ, жалпы енді таныстыру ретінде қойсақ, өзіңіз жайында айтып өтсеңіз, иә? Қай жақтың тумасысыз, қай жақта оқыдыңыз, қай жақта не істедіңіз, дәл қазір қай жақта оқып жатсыз, соның барлығын айтып берсеңіз, біздің көрермендерге өте қызық деп ойлаймын. Мен Ақтөбе қаласының тумасымын, жасым 17-де. Мен қазіргі таңда Ақтөбе көлік байланыс және жаңа технологиялар колледжінің 2-ші курс студентімін. Жалпы енді отбасыңыз жайында айтып берсеңіз, отбасыңызда нешеусіздер, жалпы қай мектепте оқыдыңыз, сол бойынша? Мен отбасыда 5 адамбыз, ол 4 баламыз, үйде мен тұңғышымын және анам. Мен 1-ші және 6-ші класстар аралығында 34-ші орта мектебінде оқығанмын, ал әрі қарай 7-ші сынып пен 9-ші сынып аралығында 56-ші мектепте оқығанмын. Яғни осы қаланың тумасысыз, иә? Жалпы керемет. Жалпы енді бізде волонтерлік саласына жаңа айтып өттің, иә? Өте белсендісіз, кәдімгідей. Қандай волонтерлік шара бар, сол жерде міндетті түрде біздің Анел жүреді. Қатысушы болып та, ұйымдастырушы болып та, иә? Жалпы осы белсенділік қай жақтан пайда болды? Мектептен бе, әлде осы колледжге келгеннен кейін ба? Мен мектепте негізі волонтерствомен айналысқаным, былай көмектесіп, жаңа шаралар болса арасында шақырып қалатын болатын. Бірақ мен бұл салаға, бұл белсенділікке апрель айында волонтер скул жобасы болды. Сол кезде қатысушысы болып, соны тілек атанып, сол жерде сіз сияқты ағайларды, апайларды көріп, сол арқылы шараларға қатысып, сөйтіп белсенді болған бар. Яғни осы иә, шынымен де, иә, сіздерде осы облыстық жастар орталығының ұйымдастыруымен бізде волонтер скул болған болатын, сол жақтан сіз түлегі атанған болатсыз, иә? Керемет. Жалпы енді мектепте жаңа айтып өттіңіз ғой, волонтерлікпен айналыстым дедіңіз, жалпы тәжірибе бар дедіңіз. Сол жайында толығырақ айтып беріңізші, мектептегі Анел қандай болды? Волонтерлікпен қалай айналысу? Сіздерде ұйым болды ма әлде мектепте? Сол бойынша айтып берсеңіз. Мектепте мен Жас ұлан ұйымында болдым. Негізі ол жердегі... Жас ұлан бізде жаңағы жас қыран, жас ұлан деген сияқты көк немен байлайтын сол, иә? Сол жерде болдым мен. Ол жерде бізде белгілі бір уақытта хабарландыру беретін, осындай біз баруымыз керек деген сияқты. Бос адамдар сол бізден еріп, сол шараларға баратын. Соның ішінде мен де болатын. Одан бөлек мен хормен де айналыстым, хорға қатыстым, әнмен, бимен де айналысқан болатын. Вау, бізде Анел Бекеш хормен, әнмен де айналысқан екен. Айттым ғой, біз волонтерларды басқа қырынан да ашамыз, иә? Енді жаңа шараларға барамыз айттыңыз ғой. Қандай шаралар болды сіздерде волонтерство бойынша? Қандай іс атқардыңыздар? Біз үлкен қарт әжелерге продуктымен, азық-түлікпен қамтамасыз еткен болатынбыз. Қыста балдармен барып, қар ашып, үйін тазалап берген болатынбыз. Бұндай шаралар болған. Иә, керемет. Енді сізде жаңа айтып жатсыз ғой, мектепте де жақсы жұмыс жасадыңыздар, колледжде де жақсы жұмыс жасап жатырсыздар. Енді мектептегі волонтерлік пен колледждегі волонтерлік саланың қандай айырмашылығы бар? Мен қазір өзім ортам таптым, ұйым таптым, сол ұйымда қызметтемін. Мен мектеп кезде ондай ұйым бар екенін, сыртта шаралар өтетінін білген жоқпын. Жақын арада осы волонтерлар мектебі арқасында мен басқа да қырларını таным өзімді, сөйтіп дами бастадым. Яғни бізде мектепте енді көбіне оқушылар болғасын, сіздер енді қалыптасып келе жатсыздар. Мектептегі жаңағы ең бірінші оқу, иә, әрине ол жақта кішкене де болса да андай еркіндік, самоуправление дейді ғой, сондай көбіне жоқ, иә, өзіңізді басқару деген сияқты. Ал колледжде ол басқарақ.
басқаша иә, сіздер өздеріңіз құрасыздар клубты, өздеріңіз жүргізесіздер, жаңадан жас волонтерларды өздеріңіз үйретесіздер иә, аға волонтер болып. Ол жерде екеуінің айырмашылықтары осындай деп білемін менің ойым. Сіздерде де сондай болды иә. Все керемет. Жалпы енді жаңа сөздің барысында айтып өттіңіз иә, колледжде жалпы жасап келе жаттым, және одан бөлек волонтер скул болған болатын жоба жайында. Енді сол жоба жайында толығырақ айтып беріңізші. Жоба бізде 5 күнге созылды. Әр күн сайын әртүрлі бізде спикерлер, яғни аға буындар, үлкен буындар келіп, өзінің саласы бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ол жерде біздің Еркеболат ағай да болатын, өзінің волонтерлық саладағы 13 жыл бойы қызметін туралы түсіндірген болатын. Және де басқа да ұйымдар, сіз келдіңіз бізге, сол түсіндірме жұмыстарын көріп, менде қызығушылық танып, сөйтіп мен жақын арада осы сентябрь айында Еркеболат ағайдың ұйымына кірген болатын. Керемет. Яғни сіздерде, иә, мен сол жобаға барған болатын, спикер ретінде шақырған болатын, сіздерді де көрдік, өте жақсы белсенді болдыңыздар, иә. Жаңа сөздің барысында айтып өттіңіз ғой, әртүрлі жаңа спикерлер болды деп. Сіздерде, қателеспесем, сіздер және де продуктовый помощь корзина, фонд помощь корзинаға барған боласыздар, иә. Бізде ол жеке қор, арнайы сондай адамдардан тегін негізде киімдер қабылдайды, және соны мұқтаж жандарға бөліп беретін қор, иә. Ол жақта енді барғанда қандай сезімде болдыңыздар? Ол жақта енді сіздерге барлығы таңсық қой, бірінші рет көріп жатсыздар, соны айтып беріңізші. Біз ол жерге барғанда шамалы таң қалдық, ондай жер бар екенін. Апай түсіндірді бізде осындай. Айзада апай, иә? Түсіндірді, не істейтінін, жаңа тегін киім алып келіп, соны басқа да адамдарға тарататынын. Біз сол жерде көмектестік апайға, киімдерді салдық, бүктедік, жинадық деген сияқты жұмыстарға қатысты. Яғни кәдімгідей өздеріңіз білек сыбана кірісіп, сол жақтағы, сол жердің белгілі бір сағат, 2 сағат болса да тыныс таным тіршілігімен танысып келдіңіздер, иә? Өте керемет жоба, өте белсенді жоба, өте жақсы болды деп ойлаймын. Өйткені соның нәтижесінде бізде Анель сияқты өте белсенді волонтерлар шықты, иә? Және жобаның тағы бір ерекшелігі менің ойымша, ол жерде сіздер топ болды, және топты сол волонтерлық топ сияқты құрды, иә? Мысалы жалпы 50 адам ба, 50 адамды топқа бөліп тастады. Әр топтың өзінің атауы бар, Instagram парақшасы бар, иә. Жоба аясында сол жүргізіп отырсыңыздар, қателеспесем. Өте керемет. Енді Анель, Ансар білеміз, Ансар волонтерлік тобының белсенді мүшесісіз. Оған дейін колледжде, жалпы сіздің колледжіңізде осындай белсенділікке, осындай қоғамдық өмірге қаншалықты жақсы қарайды, қаншалықты жағдай жасалған бұл жерге? Колледжде бізде КДМ жастары бар, яғни белсенділері. Мен сол жерде өзімнің өнерімді ашып, әрі қарай өнерімді жалғастыру мақсатында сол жерге кіргенмін. Сол жерден ашылып, белсенділігім көрініп, мен шараларда жүргенімді көріп, сөйтіп мені қолдай бастаған. Колледждегілер де молодец бар деп, сөйтіп қуанғаны бар олардың. Енді колледжде жалпы қандай нелерін істелген, мысалға шаралар бола ма колледжде де, мысалы осы волонтерлік сала бойынша қатысасыз ба оған? Иә, волонтерлік шаралар болады. Бізде көмек көрсететін, мүгедектерге көмек көрсететін волонтерлік топ бар. Яғни олар мүмкіндігі шектеулі, аурулармен ауыратын сондай адамдарға көмек көрсетеді. Яғни колледжде де сіздерде волонтерлікпен айналысасыз, белсенді айналысасыз, иә, ол жақта да өте жақсы жұмыс жасап атқарып келе жатсыз. Енді Ансар волонтерлік тобына тоқталайық. Ансар волонтерлік тобына тоқталатын болсақ, бұл жерде енді қалай кірдіңіз ол жобаға, қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарып жатсыз, ерекшелігі қандай, соны толықтырып айтып берсеңіз. Мен Ансар ұйымына сол әртүрлі шараларға ол кезде ұйымға кірмей тұрып, жаз бойы шараларда жүрдім. Сол кезде мен Еркеболат ағайды күнде көретін. Сөйтіп ағаймен танысып, біз өзгерістің квестіне барғанда сол кезде қыздар тауып, сол жерде бірге қыздармен Ансар волонтер ұйымына кірген болатынбыз. Сол кезден бері бізде әр сенбі сайын бізде әртүрлі шаралар өтетін. Бізде ұйымда ағай айтқандай ереже бар. Суббота сайын ештеңе пландамау керек. Яғни әр суббота сайын бізде шара болады. Ол жерге түрлі басқа да ұйымдар келеді, волонтерлік колледждерде келіп бізге бірге қатысып жатыр. Яғни бізде Ансарда белгілі бір сондай ережелер бар, иә. Енді Ансардың жетекшісі ол бізде Еркеболат ағай, одан кейін координатор бізде Нұрсәуле деген кісі. Ода сіздер жалпы мүшесіздер, иә, соған. Енді тағы қандай ережелер бар? Маған қызық, өйткені әр топтың өзінің белгілі бір ішкі ол да топта организм десек, мысалы ол
өзінің организмнің өзінің бір ерекшеліктері болады, ережелері болады, айтып берсеңіз. Бізде Яғни біріншісі ол бізде әр сенбі сайын бір шара өтеді, иә? Жақсы. Және әр сол сенбі сайын бізде белгілі бір уақытта топтың мүшелерімен ағай бір 3-4 баладан, кемінде 5 баладан бөліп тастайды. Сол әр сенбі сайын сол балдар әртүрлі шаралар өткізеді. Яғни шамалы дамуға, шара ұйымдастырып білуге. Яғни мысалға әр сенбі сайын Анел жүре бермейді ол жерде. Анелден басқа да адамдарға жол беріліп, Анелден басқа адамдардың қабілетін тексеріледі, түсінгенім бойынша. Тағы қандай ерекшеліктер бар? Басқа ерекшеліктері, біз суббота сайын өзіміздің шарамыз өтеді. Одан бөлек бізде басқа да ұйымдар шарасы болса, соған үлгеріп барамыз. Күніне бір 3-4 шараға үлгеруге тырысамыз. Яғни ағайларыңыз сияқты болып тұрсыздар ғой, бізде Еркеболат ағай шынымен де бір күнде кәдімгідей 3-4 шара, 5-6 шараға үлгеріп барады ғой. Мен әлеуметтік желіге қарап отырсам, мә ағай мына жақта болыпты ғой. Енді бір қарасам, мә ағай мына жақта да жүр екен ғой деп қарайсың ше. Сол кезде ағайдың несіне таңғаламын, энергетикасына, жалпы қалай ол оның барлығына уақыт табады, біріншіден энергия табады. Біздің өзіміз сол 2-3 сананы бетіп жасасақ қанекей, содан кейін мысалы шаршап қаламыз ғой. Бірақ сондай ағайларымыз, ағаларымыз жүргенде ұяласын, шаршадым деп айтуға, иә, былай қарасаңыз. Керемет. Енді жалпы әр сенбі сайын шара ұйымдастырып жатырмыз деп айттыңыз. Енді қандай шаралар ұйымдастырасыздар көбіне, соны айтып беріңізші. Бізде жақын арада колледж арасында көз ойыны өткен. Ол 16 желтоқсан оқиғасына байланысты өткен болатын. Оның алдында волонтерлік ұйымдармен көз ойындары өткен, және де басқа да достық туралы шараларымыз өткен болатын. Әртүрлі және шаралар өтті. Енді волонтерлік саладағы жасап жүрген еңбектеріңіз өте зор, менің ойымша, иә. Керемет, кәдімгідей толықтырып, өте сондай бір белсенді болып жатсыздар. Ендігі сұрақ, волонтер болуға не түрткі болды сізге? Мен сол мектептен кейін өзім қызығушылық танытып, ағайлардың жұмысын көріп, осындай шаралар, сол мақсатта мен көріп, қызығушылық танытып, сөйтіп белсенді болуға тырыстым. Шараларға барып, көріп, өзім қызығып сол шараларға, осындай шара бар екен, осындай мақсатта болады екен деп сөйтіп бір қызығушылық таныттым. Яғни волонтерлік салаға жалпы қызығып келдіңіз, иә, басында сол шаралардан көріп, ағайлардың жаңағы энергетикасын көріп, иә, шынымен де. Қазір таңда енді волонтерство жүруде не мотивация сізде? Кейде бола ма? Ой, құрсыншы, сабағымды оқып, тыныш жүрейінші деп, сондай не кездер бола ма сізде? Бәрін тастап. Арасында болады, сабағымен қиналып жатқанда, бірақ соның өзінде де тартып тұрады. Сояққа өткені достарым бар, волонтерлік ұйымда. Басқа да достарым бар, сол ұйымдарда, сол ұйымшылдық болған соң тартып тұрады сонда. Яғни орта неседі, түрлі ұйымдастыру шаралары сіздерде көбіне, иә, сондай зат болғасын, әрине ол тартып тұрады. Шынымен де былай қараса, қанша жерден оқу болсын, қанша жерден міне болды, осыдан кейін қоям волонтерствоны, болды, құрсыш. Соңғы мен емес қой волонтерствоға айналысып жүрген деп ойлайсың да, содан кейін ертеңіне қайтадан келіп тұрасың. Не шара бар еді, қандай шара бар еді, қаяққа несетін едік деп, иә. Шынымен де керемет. Және де бізде Анел біздің жобамызға қатыстыңыз, иә, осы жоба аясында, яғни тарих кезде Ақтөбе тарихын бірге жаңғыртайық жобасы аясында мәдени маршруттар бөлігінде бізде Қобда ауданындағы Қобыланды батыр мемориалдық кешеніне барған болатынбыз, иә. Сол сапар жайында айтып беріңізші бізге. Енді біз ұйымдастырушы ретінде біз уайымдаймыз ғой. Анау қалай болады, автобус қашан келеді, сопровождение дейтін зат болады, иә. Енді полицияның сопровождениесі қалай болады екен, ана жақта адам күтіп ала ма? Бізде сондай сұрақтар көп та, яғни уайым көп болады ұйымдастырушы ретінде. Енді қатысушы ретінде сіздің әсеріңізбен айтып берсеңіз толықтырып. Мен біріншіден аудандарға көп бармайтын, ешкім тұрмаған соң қызығып өзім бардым. Өйткені өзім тұрған жерде неліктен мен мәдени жаңағы өнерлерді білмейді екенмін деп. Сондықтан сол қызығып барғанын мен өзім бірінші рет бардым Қобда ауданына. Өзі қызық, машинамен барған өзі қызық, әңгіме айтып, ойын ойнап, сол жерде әңгіме айтып, басқаларды танысып, басқа да ұйымдарды көріп, сөйтіп танысып қызығып барған. Қобда ауданына барғаннан кейін
мемориалға келгеннен кейін соның ішімен танысып, қай жылы салынған, не мақсатта салынғанын, кімге арналғанын соның ішімен танысқан болатынбыз. Сізде есіңізде қалған қандай нелер бар? Әңгіме, факт бар осы бойынша? Бұл Қобыланды батырға арналған мемориал. Бұл жаңағы үйшігі алдында тұрған ол сауыты ретінде салынған, және қасындағы здание ол жаңағы садағы дейді. Мұражай, иә? Мұражай, сол кәдімгідей андай иірілек садақ тәрізді, иә? Шынымен Садақ де. тәрізді. Одан бөлек жалпы енді көптеген менің ойымша әр адамның, әр қазақтың, Қазақстанда туып өскен адамның бойында ол мақтаныш сезімі болу керек деп ойлаймын. Өйткені ондай жерлер, мысалы, қаншама тарихы өшіп кеткен елдер бар, иә? Бізде Құдайға шүкір ондай тарихы бар, сан мыңдаған жылы бар сондай бір тарих қой бізде дейтін. Қаншама батырларымыз бар. Өйткені мен тағы бір мақтанатын себебім Қобда ауданы жалпы батырлар аудан деп есептенеді. Неге? Өйткені Қобдада бізде Әлия Молдағұлова туып өсті, сол жақтың топырағында. Одан бөлек 16 қателеспесем Кеңес одағының батыры шыққан. Қобда бір ауданның өзінде, одан бөлек Қобыланды батырымыз бар деген сияқты, иә. Сол себепті де біз мәдени маршруттарда сол Қобыланды батырды қосқан болатынбыз. Өйткені әрине алыс, 2-3 сағаттық жер, жолда қатты бір жағдайы бір жақсы емес. Көрдіңіздер өздеріңіз, иә. Бірақ десе де соған қарамай біз сол затты жасағымыз келді. Бізге де болатын еді, мысалға Мәртөк, Қарғалы аудандары, қалаға жақын аудандарды алып, сол жақтағы мәдени ескерткішке бара салуға болатын еді. Бірақ біздің басты идеологиямыз сол болды, яғни жастарды елін, жерін сүюге, волонтерларды елін, жерін сүюге жалпы тәрбиелеу бір жағынан, екінші жағынан батырдың жалпы тарихы туралы, иә, одан бөлек батырдың жатқан жері туралы көптеген жаңа әңгімелер, фактілер естідік жаңадан, иә. Соны жастардың барып, ұстап көрсін, қарасын, мынау осындай болады деп, иә. Өйткені бізде енді жастарымыз қазір таңда 2-3 сағаттық жаңағы профессордың лекциясын немесе жаңағыдай 5-6 сағаттық деректі фильмді қарамайды жастар. Өйткені олардың қазір таңда қолында бәрінде бір телефон, TikTok, Instagram Reels, история, ұнамаса тек өткізіп жібере салады деген сияқты ғой. Сол себепте де біз осы форматты күштірек жеткізгіміз келді, және де енді ол қалай болды, болмады, ол әрине қатысушылардың әсері ғой. Біздің негізгі мақсатымыз сол болды. Алыс болса да, 2 сағаттық жер, жол жаман болса да, біздің басты мақсатымыз сол. Барып көрсін, қарасын, қолмен көрсін, көзбен көрсін, ақпарат тыңдасын. Яғни бізде енді ақпаратты алу жолдар көп қой. Көзбен ұстап сезу, құлақпен естеміз, дәмін көреміз деген сияқты әртүрлі ақпарат алу. Соның барлығын білсін, қарасын, жаңағы жатқан жерінде Қобыланды батырдан бөлек 2 жаңағы мәйіт бар екенін білсін. Ол біреу жаңағы 18 жасар қызға тиесілі, біреу 35 жасар, 20 жасар ер адамға тиесілі екенін білсін деп көрдік. Одан бөлек мұражайды да жаңағы көрдік, иә, әртүрлі Қобыланды батырдың жыры бар екен, оны жаңағыдай неше түрлі нұсқасы бар, 35-тен астам нұсқасы бар деген сияқты кейбір деректер естеді. Оның барлығын естісін, сол бір атмосфераны сезінсін деген сияқты сондай бір мақсат болған болатын. Бізде дейтін өте керемет, негізі белсенді болып барғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Негізі енді волонтерствода жүргенде көбіне андай болады ғой, бізде енді аяуға болмайды. Иә, аянышты сезім көрсетуге болмайды. Негізі, бізде өзіміздің жаңағыдай қалыптасқан әдет бойынша да аяуға болмайды. Бірақ енді десе де сондай еріксіз көзден жас кетіп, сондай бір өте бір сондай бір өзіңізге қатты әсер еткен волонтерлық бір іс-шаралар болды ма өзіңізге? Қазіргі таңда ондай шаралар болған жоқ. Енді бастап келе жатыр дейсіз ғой, иә. Аха. Жалпы енді мен айтатыным мынандай ғой, қарттар үйі бар, балалар үйі бар, ол жаққа да волонтерлар бар жатады. Жалпы алдағы уақытта қандай мақсаттарыңыз бар? Өзіңіздің жеке волонтер ретінде, одан бөлек жаңағы Ансар волонтерлық тобының қандай мақсаттары бар алдағы уақытта? Алдағы уақытта біз ұйымның 7 жылдығын тойлайын деп жоспарлап отырмыз. Одан бөлек сол ұйыммен бірге өзім сол әрі қарай дамуға, волонтерлық салада өзімді көрсете беруге тырысамын. Яғни ұйымның кәдімгідей 7 жыл болып қалды, сіздерге де өте керемет. Былай қарасаңыз, қазір дейтін
таң атады, кеш батады, сағаттар зулап өтеді, уақыттың да қалай тез бітіп қалғанын да байқамайсың, иә, шынымен де. Бірақ десе де, мысалға, менің ойымша әлемдегі қазіргі таңда ең қымбат ресурс осы уақыт. Өйткені алтын да табылады, ақша да табылады, сен жоғалта аласың, ақшаны қайта орнына келтіре аласың. Тағы не бар? Көп қой, орнына қайтып келетін зат. Бірақ десе де уақыт қайтып келмейді. Біз қайтадан өстіп оқи алмаймыз, иә, қайтадан біз не істей алмаймыз. Уақытты ол құр босқа жіберу, ол ең бір сондай бір дұрыс емес шешім менің ойымша. Біз пока молодой, надо пахать деп айтады ғой көбіне біздің жаңа үлкен кісілер. Шынымен де жаспыз, миымызда өте көп жоспарлар, көп жетістіктер, одан да көп болу керек деп ойлаймын. Сол себепті де жоспарлар да көп болу керек менің ойымша, Анель, иә. Сондықтан жоспарларыңыз көп болсын, уайым қайғыңыз жоқ болсын. Сіздің бүгінгі біздің осы подкастқа келіп өзіңіздің ойыңызды айтып, жалпы өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Алдағы уақытта өзіңізге, ұйымдарыңызға үлкен сәттілік тілейміз. 7 жылдықтарыңызға бұйырса барамыз, құттықтаймыз. Ол міндетті түрде менің ойымша, шақыратын болсаңыздар, әрине, иә. Сол, құрметті подкаст көрермендері, сіздерді осы бір видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Сіздерге өте пайдалы подкаст болды деген ойдамыз. Осымен бізде подкаст аяқталды. Келесі подкасттарда жүздескенше аман есен сау болыңыздар.